Армысыз, қадірмен көрермен. Ғылым 2.0 подкастіне қош келдіңіздер. Бүгінде біздің студиямызда ғалым қонақтарымыз келіп отыр. Қош келдіңіздер. Қош келдік. Сіздерді таныстырып өтейін. Рәтбай Мырзақұлов аға, Қазақстанның белгілі ғалымы, физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан ұлттық ғылым академиясының академигі, Әл-Фараби атындағы мемлекеттік сыйлықтың иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері және Еуразия ұлттық университеті теориялық физика кафедрасының меңгерушісі. Және Айдар Балабеков мырза, Назарбаев университеті оқытушысы, қазақ тілін үйретуге арналған оқулықтар және оқу әдістемелік құралдар авторы, сонымен қатар Еуразия ұлттық университеті докторанты. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіз. Иә, мен әдетте ғалымдардан алғашқы сұрағым мынадай болып келеді. Ғылымға қалай келдіңіздер? Ғылымның жолын таңдауларыңыздың себебі не еді? Өйткені біздің подкастымыздың негізгі мақсаты бұл ғылымды дәріптеу, ғалымдарымызды насихаттау, қалың көпшілікке таныстыру. Сондықтан да алдыменен осы ғылым жолын таңдауларыңыздың себебі не еді? Ғылымға қалай келдіңіздер? Енді мен айтайын, енді жасым үлкен болғаннан кейін мен бастайын. Дұрыс. Сол мына картаға қарасаңыз, Арал теңізінің оңтүстік шығысында Қызылқұм деген жер бар. Шөл, жаңағы сексеуіл, сондай шөл дала. Кәдімгі қазақтың сахарасы дейміз біздер. Сол жерде бір ауылда дүниеге келдім. Әке шешем шаруа, әкем де шешем де сауат жоқ шаруа кісілер болды. Сол ауылда қазақ мектебінде оқып жүріп, енді ол кезде мен ғылымға аудым деп айта алмаймын. Физика, математикаға аудым. Соны жақсы көрдім. Махаббатым болды сол нәрсеге. Екеуіне де. Соны мектеп бітіргеннен кейін сол арманменен Алматыға оқуға келдім. Сөйтіп мына ол кезде қазіргі қазақтың ұлттық университеті Әл-Фараби атындағы. Ол кезде қазақ мемлекеттік университеті Сергей Миронович Киров атындағы деп аталатын. Сол физика факультетіне түстім. Бірінші жылы мен өте алмай қалдым. Сол жылы жаңа қазір өту балы 12 еді. Мен 11 бал жинаппын, 3 сабақты. Сөйтіп өте алмай қалдым да, декан сол кезде Совет Исатаев деген ағамыз бар еді, физик декан. Сол кісі шақырып алып айтты, енді сенің кішкентай ғана жетпей тұрыпты сені. Енді біреу келмей қалса, бір жағдай болса, сені шақырып аламыз, енді қайта бер ауылыңа деді. Сондай әңгіме болды. Бірақ мені ешкім шақырған да жоқ. Біздің ауылға қат бара ма, бір шопанның ауылына бармай ма, белгісіз. Соны келіп, қайтадан келесі жылы Казгу дейміз, қазақ мемлекеттік университетіне келесі жылы физикасына түстім. Ол кезде 4 пән, келесі жылы 4 пән бойынша, жоқ, 4 пән плюс аттестаттың орташа бағасын ескеретін болды. 5, максимум 25, минимум 0 ғой енді. Сол мен 23 бал жинап, 4 нәрседен келесі жылы түстім. Сонымен физикада жүріппіз. Ғылымға келген дем. Сол мен енді ғылымда физиканың өзі әртүрлі бөліктерден тұрады. Менің көңілім сол физикамен айналсам, бірақ негізгі күшті математикаға салам деп өзім сол бақытпен жүрдім. Мен абитуриент кезде де, не кезде де, ана механика, математикаға түстеп менің мұғалімдер не қылды? Казгудың мұғалімдері. Сол енді қарсы сөйлемейтін бір әдетім бар. Баламыз ғой енді ауылдан келген, кішкене жуастау, ұялшақтау. Қарсы сөйлемем, бірақ өзімнің мақсатымнан таймаймын. Сөйтіп теориялық физика. Осы күнге дейін жасымыз міне 70-ге келіп қалды, теориялық физикамен жүріппіз. Енді айтайын дегенім, ауылда, біздің ауылда, Қызылқұмда, Шопан ауылында, ол қалай ғылымға неге адам бір ой болды, неден келді? Совет заманында бір 2-3 журнал болатын. Ол совет заманы ғой, біз бәрі совет үкіметіне қараймыз. Қазақстан әйелдері деген журнал болады. Сосын мәдениет және тұрмыс деген. Сосын білім және еңбек деген журнал болған. Сол 3 журнал келгенде біздің үйде бір кішкене бір той сияқты көңіліміз көтеріп қалады. Соны бастан аяқ оқып шығамыз. Біздер қазақ болғаннан кейін сол бізге қатты әсер етеді. Білім және еңбек журналында
көп біздің ғалымдар туралы мақала жазатын, солар әсер етті. Бірінші қазақтың бірінші академигі Тәкібаев деген кісі, Сұлтанғазин деген математиктер туралы көп жазатын. Солар да бізге әсер етті деп ойлаймын. Бірақ негізгі өзім ішкі нәрсеміз бар. Рахмет, Ратбай мырза. Иә, Айдар мырза, сіз қалай келдіңіз? Жалпы менің ғылымға келу жолымның негізгі бастамасы ол менің анам болды. Анам да қазақ тілі әдебиетінің мұғалімі болды. Менде сол қазіргі кездегі Абай атындағы Қазақ педагогикалық университеті, бұрынғы Каспий дедік, АГУ дедік, сол қазақ филологиясы факультетін тамамдадым. 4-ші курста мен дипломдық жұмыс жаздым. Дипломдық жұмысым Махмуд Қашқари сөздігіндегі этнолингвистикалық атаулар деген. Сол дипломдық жұмысты жазу барысында менде тілді оқытумен қатар сол тілдің ішкі дүниесі, оның құбылысына деген қызығушылық пайда болды. Сөйтіп, жалпы алғашқы еңбек жолым мұғалімдіктен бастадым. Мұғалімдіктен мектепте мұғалім болып жүріп университетке ауыстым. Сол университетте жұмыс істеп жүрген кезде маған қазақ тілін екінші тіл ретінде оқытуда оқулық жазуға ұсыныс түсті. Тәжірибе жоқ, жас маманбыз. Сол оқулықтың бір сабағын мен 5 рет жаздым. Сол тапсырысты берген жетекшіміз алғашқы жазған сабағымды қайтарып жіберді. Бірақ ешқандай фидбэк дейді ғой ағылшынша, яғни пікірін білдірмей, кері байланыс болмай, тек Айдар мынауың дұрыс емес, ары қарай өңдеу керек. Сөйтіп сол жасалған жұмысын 5 рет қайтты. 5-ші рет жіберген кезде Айдар, міне жолға түстің, осы жол бойынша осы ары қарай сабақтарыңды жалғастыр деді. Мен сол кезде сол 5 рет жазу барысында тілдегі сөздердің қолданысы әр сөйлемде, сұрақта және мәтінде түрліше құбылып отыратындығын түсіндім. Осы қызығушылықтан мен қазақ тіліндегі етістіктердің функция семантикалық өрісі деген тақырыпқа қызыға бастадым. Сол бойынша мақалалар басталды, содан қазақ тіліндегі оқулықтар, оқу құралдары, семинарларға қатысу. Сөйтіп, ғылым жолы өзімен өзі, мен ғылым жолыма емес, ғылым мені өз жолына солай түсіріп алып кетті деп айтуға болады. Керемет. Ратбай аға, жаңа сіз айтып өттіңіз, мынау бала кезімде үйімізге журналдар келетін еді, сол журналдардан жаңағы ғылыми материалдар оқитынбыз. Нәтижесінде бір ғылымға деген, оқуға деген, білім алуға деген, университетке оқуға түсуге деген қызығушылығы туды дедіңіз. Қазіргі кезде де мысалы үшін мынау ғылымның қалың көпшілікке жетуі, қалың көпшіліктің, қарапайым адамның, ауылда тұратын баланың, өзіңіздей жаңағы ғылымға ұмтылуы үшін мынау медианың олай болатын болса бір әсері өте маңызды екенін көріп отырмыз сіздің мысалыңызда. Қазіргі кездегі еліміздегі медиада мынау ғылымның насихатталуын қалай бағалар едіңіз? Молдияр бәрін дұрыс айтып отырсыз. Мысалы, бірақ жаңағы дәл сізге тура жауап берсек сұрағыңызға, ғылымды насихаттау, ол жағы бізде кішкене әлі төмендеу. Ол бізде бұлай жұмыстық дәрежеде әр адамға жеткілікті болу керек. Не қалада оқитын балама, не алыста, ауылда бәрі жеткілікті болу керек. Мысалы, айталық, радиодан бір аптасына бір рет болса да, сонан бір тақырып болып, мысалы, ғылым деген бір тақырып болса, Айдар болса, сондай Айдар болса, адамдар, жастар, адамдар білсе, соған қызығатын адам болады. 10 адам біреу қызықса да, 100 адам біреу қызықса да, ол пайдалы. Сондай бір Айдармен біліп отырса, мысалы, сенбі күні сағат 8-де мынандай Айдармен ғылым туралы айтылады деп. Бір ғалымдар сөйлейді деп. Сондай тұрақты болса ол, кездейсоқ. Ғылым енді білім туралы жеке нәрсе болса, жеке бір Айдар жетеді, уақытта жетеді. Қазір радио, телевизор деген дамыған, сондай болып отырса. Сондай, сосын бір біздің кезімізде айттық қой, біз Қызылқұмда, Шопан ауылда өмір сүріп жатырмыз.
соның өзінде жаңа білім және еңбек деген журнал келіп, сол жерде бір ғалым туралы айтады. Бір нәрсе, ғылымның бір нәрселерін сол кезде, бұнан бір 40 жыл, 50 жыл бұрынғы заттар ғой. Сол кезде соны дұрыс еді. Қазір сол нәрсе төмен қалды. Сол білім және еңбек сияқты бір әдемі журнал болу керек. Сүйкімді, тартымды болу керек. Оның басында дұрыс адамдар отырып, әр нөмірінде айына 1 рет шыға ма, 2 рет шыға ма, аз болмау керек ол. Біздің қаражатымыз жетеді. Жақсы ғалымдар, бүкіл осы әлемге белгілі жақсы ғалымдар бір өздерінің қибратты әңгімелерін айтып отыру керек. Ғалымдар. Екінші, сол ғалымдар туралы да мәлімет беру керек. Өмірбаяны қалай, ол да адамға жасап жатқан еңбегі, жасап жатқан еңбегі, ол ғалым болғанда әлемдік дәреже десе, ол қалай ол әлемдік дәреже, оны түсіндіріп беру керек. Барған жерлерін, жаңа мысалы өздеріңіз неде шетелде, Америкада оқып келдім деп отырсыз ғой, міне сіз ғалымсыз өзіңізде. Сол сияқты өзіңізді бір үлгі тұтып, мынандай ауылдан шыққан қазақтың баласы қазақша жақсы біледі, есін бәрі. Сол бала мынандай Американың мына университетінде бітіріп, мынандай келіп, қайтып келіп, сол жақта қалып, бізге беріп жатыр. Біз тек алуды ойламауымыз керек. Бар уақыт басымызда бір нәрсе тұру керек. Мен мына алдым, неттім, біз енді қайтаруымыз керек. Біз жаңағы әке-шешеміз біз бағып, нетіп, көтеріп не қылды ғой. Кейін әке-шешемізді біз бағуымыз керек. Ол кісілер қартайғанда, қартаймаса да жаңа әбден неткенше. Сол сияқты біз жаңа Қазақстанның ғылымына біздің өзім азаматтық, балалық парызымыз, біз Қазақстанға қайтарып беруіміз керек. Үйренген нәрсемізді. Үйренген. Мен мысалы Американың Калифорния университетінде 1,5 жыл жұмыс істедім. Өте жақсы жағдайым, рейтингім бәрі жақсы болып тұрды. Сол жерде бір мыңдаған университет бар. Сол бір университеттер шақырды, қал деп. Қасымдағы адамдар да қалды. Бірге сояқ істеп жүрейік деп. Бірақ мен бір нәрсені ойладым. Менің жағдайым ол жер жақсы болады. Әлемдік дәрежеде ғалым бір жақсы болады. Бірақ мен мына жерде ауылда жүрсем, ауыл деп жатқам Қазақстанда жүрсем, ауыл емес пе Қазақстан. Бұл жерде менің пайдам көп болады. Үйімде көп болады. Үйімде енді Америка тұрсам да үйімді алып кетсем, ол әсер етеді ғой. Ана орта, мысалы мен қазір мына Евразия ұлттық университетінде жұмыс істеп жатырмын. Қасымда мен осы жерде бір чемоданмен келіп едім университетке. Орында жоқ. Бір докторант ол кезде 3 айға стажировка кететін докторант. Соның орнына жатты. Бір бөлмеде 3 докторант жатады екен, біреуі бос тұр екен, соның орнында жатты. Ана балдармен жатып қоя аласың адам. Неге? Бірақ басқа вариант жоқ, электролит сол жерде тұрасың деді. Сонда бір чемоданмен келіп, қазір осы жерде мектеп жасадық. Мектеп. Ал адам мектеп жасау үшін, шәкірттермен жұмыс істеу үшін сен күнделікті көріп, сөйлесіп, ылғи әсерлесіп отыру керек жаңағы адаммен. Ал мен шетелде жүрсең, қаталысып, онда да әсерлесесің ғой, бірақ ол мынандай тірі әсерлесуге жетпейді. Жетпейді. Сондықтан соның арқасында мен Қазақстан, мен айтайын дегенім, бір чемоданмен келіп, Астанада, мысалы астрофизика, гравитация, солитон бойынша ғылым жоқ екен, 0. Оны мен Алматыда жүріп білдім. Бірақ осы жерге мен не істеймін деп өзім ойландым. Сонда мен осы жерде мені бұлай болды, негізінен кішкене шегініп айтайын. Біз енді Алматыда ғылым академиясында бір институтта жұмыс істедім. Сосын бір күні министрлікке, осы министрлік осында бір іс сапармен келдім, ғылыми жобам бойынша. Соның бір күні уақытым болды да, осы жерде мына ұлттық университетте адамдар жұмыс істейді, енді көріп қайтайын, уақытым бар ғой енді. Қай жерде бір уақытымды өткеру үшін. Сәлем беріп қайтайын деп бардым, бір кісі асығып баратыр еді, ректор шақырып жатыр деді, жүр жолда сөйлесеміз деді жаңа. Жолда сөйлесіп келе жатырмыз, енді күте тұр, ректорға барам да шығам деді, бір жұмыстармен. Мен сыртта отырдым, бір кезде сен ректор шақырып жатыр деді. Мен ректорға барайын деп тұрған жоқпын. Сол кіріп барсам, сен кел, мына жерде қызыл көріп тұрсың ба, терезе. Қызыл үйден саған үй берем деді. Мына жерде институт ашып берем деді. Кафедра берем деді. Ойда жоқтан сондай әңгіме болды. Өзім түсінбей қалдым. Жарайды деп те айта алмадым, еш нәрсе. Ондай ойда жоқ. Сонан қайттым да 5-6 ай үйге Алматыда ойланып жүрдім де қайтып келдім. Сонда ойландым, мен енуде Евразия ұлттық университетіне барғанда мен не істеймін? Менің мақсатым қандай? Бітіретін жұмыс. Сонда мақсат қойдым. Қазақтың
ғылыми мектебін жасау. Өз салам бойынша. Иә. Сөйтіп мен қазір міне 16 жылдай болды. Қазір мектебіміз бар. Кафедрада бұрынғы істеген адамдардың ешқайсысы жоқ. Тек өзіміздің жаңа астрофизика, гравитация бойынша әлем мойындаған мектеп. Бір сала. Екінші, солитондар теориясы деген бар. Мына математикалық физиканың бір саласы. Қазіргі заманға сәйкес бір саласы. Соны екінші мектеп жасадым. Қазір ол мектеп мектеп дегеннің бір мағынасы, мектеп деген болған кезде ол маған байланыссыз өмір сүретін дәрежеге жеткізу керек. Өз дәстүрін өзі қалыптастырып, маған байланысты ары қарай жүре беретін жағдайға жеткізу керек. Құдайға шүкір, сол арманыма жеттім. Қазір мектеп қалыптасып, өз несімен өмір сүріп жатыр. Қазір балдарым өздері шетелге шығып, өзі кішкене жаңа көтерілді. Керемет. Қазір шәкірт мәселесіне қайтып ораламыз, өйткені ол мәселе де өте маңызды. Айдар мырза, жаңа сіз айттыңыз, мысалы үшін жаңағы бір ұстазым маған 5 рет жаңағы қайта берді, қайта түзетуіме себеп болды деп. Осы подкастымызге жаңағы профессор Сұраған мырза келген еді. Сол кісі айтқан еді, ғылымдағы ең маңызды нәрсе табандылық деген еді. Жаңағы еш қайтпау керек. Алдыңнан көптеген кедергі шығуы мүмкін, немесе жаңағы сенің жазған нәрсеңді жаратпауы мүмкін, бірақ сен соған қарамастан іздене беру керексің, зерттей беру керексің, жаңағы зерттеуіңді ары қарата дамыта беру керексің. Бұл жерде де жаңағы 5 рет деген нәрсе негізінде көп. Былай қарап тұрсақ, жаңағы сіз өкпелеп кетіп қалуыңыз да қада болады. Әрине. Иә. Сіз қалай ойлайсыз? Табандылық пенен ғылыми мінездің арасында қандай байланыс бар? Немесе оған басқа қосарыңыз бар ма ғылыми мінезге? Қандай болу керек? Жалпы негізі бұл жердегі мен өз әрекетімді табандылық емес, жауапкершілік деп алатын едім. Өйткені сол жобаға қатысардың алдында мен сөз бердім, жұмысты ары қарай алып кететін. Сондықтан мені бірінші итерген бұл жерде менің жауапкершілік сезімі. Мен қалай да болса осы жұмысты аяғына жеткізуім керек, нәтиже жеткізуім керек. Әрине сол жауапкершілігім мені табандылыққа үйретті, ғылыми мінезге үйреткенде ең алғаш маған жаңағы кері қайтарған кезде ешқандай пікір жоқ, түзету жоқ, Айдар мынауың дұрыс емес деген ғана бір сөйлем келді. Мен сол кезде, жарайды, дұрыс емес болса, дұрыс емес болсын, қай жері дұрыс деп мен ол кісіге қайтардан жазуыма болатын еді. Бірақ мен қарадым да ойландым. Қай жері дұрыс емес, нені өзгерту керек? Яғни жасаған жұмысымды екінші қырынан қарадым да өзгерттім. Сөйтіп екінші рет жіберіп едім, тағы 1-2 жерінде қателік бар деді. Бірақ қай жер екенін білмейді. Айтпайды. Сөйтіп ол қателікті басқа бір қырынан, мүмкін басқа бір қырынан бердім, ол да қате болуы мүмкін. Бірақ ол мен үшін бір жаңаша көзқарас, жаңаша ракурс дейді ғой. Екінші жағынан қарадым. Сондықтан бұл ғылыми мінездің қалыптасуында адамда бірінші ол жауапкершілік, ол жауапкершілік табандылықты тудырады, ал табандылық ол айтады ғой, бір дәл қазір есімде жоқ, мүмкін аға сіз білерсіз, бір танымал математик бар, сол кісінің бір сөзі есімде, авторын білмеймін, нағыз ғалым 4 жасар балаға математиканы 1-2 ауыз сөзбен түсіндіреді деген бір оқығаным бар. Сонда жаңағы менің жетекшім маған түсіндіргені сол жіберіп отырғаны арқылы маған түсіндірді. Яғни саған іздену керек, саған қарау керек, саған оқу керек, сенікінде әлі жетіспейді. Ол сөзбен айтқан жоқ, тек іс әрекетімен ғана түсіндіріп беріп отыр. Ал егер сөзбен айтқанда бәлкім аз пайдасы тиеді, өйткені сіз осылайша жаңағы өзіңіздің кемшілігіңізді өзіңіз таба алмай, басқа біреулерге үнемі не болатын еді, маған айтып берсе. Әрине ол оңай жол, бірақ десек те. Оңай жол, олай болады. Және егер ол кісі маған сөзбен жазбаша немесе ауызша кері байланыс беріп түсіндіріп беретін болса, мен өзімнің жасаған жұмысымды дәлелдеуге тырысатын едім. Ол кісінің пікіріне кері байланыс беріп сөйтіп, жұмыс ары қарай созылып ұзарып кету мүмкін еді. Әрине бұл болжам. Ратпай аға, жаңа алғаш рет оқуға түсе алмай қалған кезіңізде, мысалы үшін жаңағы Исатай ағай декан айтқан екен. Совет Исатаев. Совет Исатаев. Біздің ұстазымыз сабақ берді кейін. Сол кісі, мысалы үшін сізге қалай деп айтсам болады, мейіріммен айтқан шығар жаңағы, егер
біреу кетіп қалатын болса сізді шақырып аламыз, иә, қазірше ауылыңа бара тұр деген сияқты. Бұның өзі өте керемет нәрсе ғой негізінде. Жаңағы бір ғалымнан осындай бір мейірімді бір сөз ести отырып, жаңағы тауың шағылмай, иә, ауылыңызға қайтуыңыз, және келесі жылы қайтаран жаңағы бар батылдығыңызды жинап оқуға түсем деп келіп, ең соңында жоғары балменен оқуға түсуіңіз. Олай болатын болса, ұстаздардың мына өміріміздегі орны ерекше. Шәкірт тәрбиелеуде сол үшін де өте маңызды. Енді осы жерде сіз шәкірттеріңіз жайында айтып өтсеңіз. Жаңа әңгімені ұшын бастаған едіңіз. Иә. Жаңағы осы сұрақтың алдында жаңағы ғылымдағы бір нәрсе жету үшін адамның бойында бір мінез болу керек. Ол мінез барлық адамда болады. Ғалым болмаса да бәрінде мінез бар. Бірақ ғалымдардың мінездері енді бір өте қиын мінез болады. Өте қиын мінез болады. Ол айналасындағы адам, мен өзім байқағаным, өз өмірімді, басқалардың, ана қиын мінез айналасындағы адамдарға қатты әсер етеді. Теріс мағынасында әсер ету мүмкін. Мысалы, өте қиын мінез болады, бірақ ол адамдардың сол ана несін түсініп, олардың жағдайын жасау керек. Бұл ерекше адам деген сияқты. Сіз мысалы өткенде бір жерде айтып еді, мына адамды малмен салыстырған дұрыс емес енді, бірақ мына біз қазақпыз ғой енді, ауылда өскен, бір есіме түседі, мысалы бір жарысқа неге қосатын, бәйге қосатын жылқыларды, тайды көрсек, тайды, жылқыларды, оны жеке ұстайды. Ерекше жаратады. Ерекше жаратады, оған жеке қарайды. Өбектеп, үйінде 100 жылқысы болса да анаған бөлек. Оны мына ауыл арасында бір жерге мінуге болады ғой енді, керек қой, біз ауылда транспортымыз сол ғой. Ол мінбейді жаңағы. Дүкенге баруға мінбейді, жүк тасып тастайды жаңағы. Ерекше бүйтіп қарайды. Жылы су ішеді. Иә, сондай жағдай. Ғалым, енді кешіресіздер, жаңағы бір ғалымды жаңағы жылқыға, жануарға салыстыр деп ойлап қалмаңыз. Осындай да бір өткенде айтқам ойыма келді. Ғалымға сөйтіп ерекше қарау керек. Бұл мысалы мен көп сөзім бір жаратылыстану ғылымдарына байланысты шығар көбінесе. Мен мына гуманитарлық жағдайларын қайта айтып отырсам, кішкене кешірім сұраймын адамдардан. Ал енді жаңағы не, осы жаратылыстану көп қиындық көрген адамдар деген ғалымдар. Әртүрлі. Өткенде бір биолог туралы оқыдым. Оқысам, өзі ағайынды екеу екен. Біреуі Совет одағының нелері. Біреуі жазушы болып, көп нәрсе жазып, жақсы үкіметпен сыйлы қатынасып жүрген жаңа. Үкіметтің саясатына сәйкес. Ана ғалым, мына эпидемия бар ғой, әртүрлі оспа дейме, әртүрлі эпидемия. Соны зерттеп, соған қарсы не сияқты ғой, қазір кешегі пандемия оның қасында ойыншық. Анау 50 миллиондай адамды алып кеткен бұрынғы кезінде, мысалы, дүние жүзінде. Адамда қырылып та қалуы мүмкін. Сонда айтайын деген сол кісіні енді күресіп жүрген ғой енді ғылым. Ол кезде қазіргідей ғылым онша дамымаған, аппаратурада жетіспейді, неде жетіспейді. Сонда өзінде қылып, ол кісіні жаңа біздің сол кездегі біз чекистеріміз үкіметті. Сен халықты қырғын келіп жүр деп эксперимент жасап жүрген ғой, жаңа дәрі ойлап табуды, вакцина ойлап табуды. Сен қырғын келіп, сен жаусың деп оны түрмеге қамап тастайды. Неге қалим дейме, колим дейме бір жаққа жібереді. Колима деген бір жаққа жібереді. Сосын де ол кезде Сталин Бериялардың кезі ғой енді. Сосын мына Америкамен мына қырғиқабақ соғыс, холодный война деген болған кез сол кезде. Америкада бір бомба жасап атса, атомды, біздікі соны естіп қояды, бірдік бастайды. Анадан ұрлайды, өзін ұйымдастырады, бүкіл нені. Енді бір сол кезде сөз шығып кетеді, биологиялық құрал, оружие жасап атыр екен. Бізде кім бар, жаны шығады жаңағы, бізде кім бар. Сөйтсе жаңағы бір ғалым бар екен жаңағы, ол қайда? Ол дүрмеде тұрған колимді. Лагерде. Алып келіп, соны дүрмеден шығарады жаңағыны. Шығарып, мына жақта институт ашып береді, лаборатория нетеді. Сөйтіп, біраздан кейін тағы бір нәрсе тауып, тағы түрмеге басады жаңағыны. Анау Америкамен кеш қалып баратымыз, олар сынады өзінің биологиялық құралын деп. Сөйтті, біз не қалып қойдық? Кім істеп жатыр? Анау ол қайда? Ол қайтадан түрмеде бір нәрседе. Түрмеде қайтадан алып келіп, оны академик қылып, барлық жағдайын жасайды. Сондай айтайын деген, ананы сондай қателіктер жасамай, ол бірінші жағдай жасау керек ғалымға. Екінші, ана кісінің көрген қорлығына қарасайшы.
ғылымды қойса, ол тып-тыныш әдемі өмір сүре береді, бала шағасын асырап. Жоқ, қоймай түрмеге түсіп атса да, түрмеде де, қай жерде де сол ғылымын жалғастыра береді жаңағы кісі. Қанша берілген, ол жаңағы жауапкершілік дедіңіз ғой. Ол кісі жауапкершілікке жетпеді, өзінің табандылығы. Сонда жауапкершілік, табандылық деген не болу керек адам. Табандылық маңыздырақ қой деймін жауапкершіліктен. Себебі ондай жауапкершілік болған жоқ. Ғылым берілді, бір нәрсе сол. Қазір қарап отырмыз, біз есеп шығарамыз. Мен физика, бірақ математикалық есептер шығарам. Қарап отырсақ, мына сіздің столыңыз сияқты. Столыңызда мына жерде қағаз тұрыпты, мына әртүрлі заттар тұр ғой. Енді қараңыз, мына қағаз тұрған жерлерді бұл мәселе жайылып тастаған деп ойласақ, алаң деп ойласақ. Мыналар шешілген мәселелер дейік мысалы. Мына жерді, мынау бір огород. Мына жерлер шешілмеген. Мына жер бір черный дыра деген бір қара құрдым. Сондай мына тесіктер жаңағыдай. Соны адам, ғалым адам. Бізді біреу сен ана зертте деген, ол басқа нәрсе. Адам, мысалы, қарап отырса, мен неге бір есеп таптым деп ойлап отырам, адамның өзі бір жоғарыдан бір күш сені тастайтын сияқты мына жерге. Вертолетпен тастайтын сияқты мына жерге. Кабишкаға тырнақша қалса. Сонан адам жаңағы шықпаған есептерді тауып алып, соны шығарады. Шығара алмаған нәрсесін. Мына айналысып отырмын, шығара алмасам, басымда жүреді, басқа нәрсеме айналсам, бірақ анау басымда жүреді. 10 жылдан кейін, 1 жылдан кейін бе, 1 айдан кейін бе қайтадан анау шешім табу мүмкін мысалы. Сондай жағдайда. Сол ана бір енді бір Құдайдың өзі белгілеген, сырттан берілген бір нәрсе болады адам. Дұрыс айтасыз. Шын ғалымдар болды. Адамға егер ондай берілмесе, қанша ол адамға жағдай жасап бер, ақша бер, бәрібір жаңағы қаражат береміз ғой, грант дейміз ғой, бәрібір ол шығара алмайды. Мысалы Эйнштейндер деген бүкіл әлемді аударыс жасады, революция жасады ғылымы. Ньютонның физикасы бар. Ньютонның физикасы әп-әдемі физика. Түсінікті, бәрі мектепте оқыдық қой. Түсінікті, онан ары қарай еш нәрсе жоқ сияқты. Бірақ дана ғалым Эйнштейн. Сонан бір кемсіз көріп қалған. Мынаны дамыту керек дейді. Мына жерде бір нәрсеге сұраққа ана Ньютонның физика жауап бере алмайды дейді. Сөйтіп ары қарай ойланып, соны 11 жыл айналысып жүріп, 11 жыл. Соны шешеді. 11 жыл. 11. 11 жыл. Ол біреудің алдында міндеттің еш ақшасы да жоқ жағдай. Сонда табандылық. Ана басында мақсаты, мен анадай нәрсе тұрыпты. Соны қалай шешемде 11 жыл. Тағы бір жақындағы бір мысал келтірейін. Осы бірнеше жыл бұрын совет ғалымы Перельман деген, Гриша деген бір. Сол бір жаңалық ашты. Бірнеше жыл бұрын емес, 10 жыл ба, 20 жыл бұрын сондай. Сол неге барыпты? Америкаға, мен барған жерге барған, Берклиде, Калифорния университеті. Сосын ол жерде сырттан әртүрлі ғалымдар келіп, аптасында бір семинар болады, семинарда доклад жасап болады. 100 жыл бұрын Пуанкаре деген математик бір гипотеза болжам ұсынған ғой. Соны Ричард Ньютон деген бір кісі, ана біздің физик Ньютон, басқа. Сол мана өзі жоспар жасап, тәртіппен зерттеп жүреді жаңағы. Пуанкаренің болжамын дәлелдеу үшін. Сөйтіп семинарда соны шақырады, Ричард доклад баяндама жасайды. Ал бұл Перельман командировкаға келген адам сол жерге. Өзі Ленинградтан жаңағы. Командировка келген адам қатынасып отырады. Енді атақты ғалым деп. Сөйтеді ана бір жердің ойына келіп қалады жаңа Перельман, Гришаның ойына. Ана кісіден сұрайды жаңа Ричардтан. Ол жөндеп сөйлеспейді, жас ғалымдар толып тұрған, мына аудитория толып отыр. Сосын бұл кейін хат жазады, хатқа да жауап бермейді жаңа. Сол ана Берклиден қайтып кетіп Ленинградқа. Жаңағы мәселен бұның ойына бір пайда болды ғой. Кішкене бір сәуле пайда болды. Сөйтіп айналысып 8 жыл айналысады жаңағы. 8 жылдан кейін жаңағы Пуанкаре болжамын дәлелдейді. Дұрыс екен. 8 жылдан кейін. Ол әп-әдемі бала 8 жылдан кейін түрі, ол мектепті жақсы оқыған, олимпиадалар жеңіп жүрген әп-әдемі бала, суреттер бар. Ана 8 жыл айналысқаннан кейін түрі жаңағы бір қиын жағдайдағы адамдар сияқты, көшеде қалған адамдар сияқты. Сонда мәселен жаңағы бір есеп 8 жыл айналысқан. Енді бұл жерде де табандылық бар. Бұл табандылықтардың табандылығы. Ол сен айналысып сен болмайды ғой. Ол кісінің несі
әкесі Израильға кетіп қалған екен, шешесімен Ленинградта тұрған бөлмеде, осындай көп этаж үйде. Сонда анасы енді баласын түсініп, баласына жағдай жасаған. Бұл институттағы жұмысынан да кетіп қалған. Математикалық, Москвада математикалық институт бар, Стеклов атындағы. Соның Ленинградский филиалы деген бар, Ломи деп аталады. Сонда жұмыс істеген, бір күні заявление шығып кеткен. Неге шығасың деп директор да сөйлескен, бәрі сөйлескен, шықпа, жұмыс істей бер, келмесең келмей ақ қой жұмысқа, бірақ істеп жүре бер. Жоқ, шығып кеткен. Сөйтіп ана еш нәрсе алаңдамау керек, ол жұмыста істесең оған есеп беруің керек, жоспар орындау керек. Мен айтайын деп келтіріп отырмын, жаңағы табандылық. Ол табандылық деген көп адамда бар, жай адамда да бар, жұмысшыда да бар. Бұл андай жету үшін 8 жыл бойы немесе Эйнштейн 11 жыл бойы айналысқан табандылықтардың табандылығы. Өзіңді қазақша айтқанда өміріңді құрбандыққа шалған сияқты. Сен басқа нәрсені қоюың керек, болмаса санаңа жете алмайсың деген. Соны айтайын деп, табандылықтың маңыздылығы. Ал енді Айдардікі де дұрыс, жауапкершілік. Бірақ жауапкершілік көбінесе басқа нәрсеге. Міне тапсырсаңыз, мына кісіні жауапкершілігі бар адам бітіріп кетеді. Жауапкершілік бітірмеген тастап кетеді. Ол кішкене басқарақ жауапкершілік деген. Адами күнделікті тіршілікке жақындау. Дұрыс, бірақ сіздің айтып отырғаныңыз. Айдар мырза жаңағы сонымен қатар жобаның ішінде болған ғой. Жобаның ішінде болған үшін де жаңағы өзіне табандылықпен қатар жаңағы жауапкершілікті де әлдеқайда екеуі бірге. Ратбайға жаңағы шәкірт тәрбиелеу мәселесіне келсек. Қанша шәкіртіңіз бар? Бір 40-тан асып кетті шәкірттерім. Бірақ бұны шәкіртті 2 топқа бөлу керек. Мысалы, өзімнің бала шағаларым үйімде. Мырзақұловтар әулеті деген бар ғылымда. 10 шақты балам ғылым докторы болды. Теориялық физикадан немесе математикадан. Мен өз 2 нәрсемен айналысам. Жаңағы астрофизика, гравитация, космология деген бар. Ол бір бақыт физиканың саласы. Екінші теория солитон деген бар, ол математикалық физика. Математикалық физика деген, физика деген болғанмен ол математиканың бір саласы. Соның ішінде бір сала пайда болды 1967 жылы. Американдық математиктер ашты, оны теория солитон деп атайды. Сол 2 бақыт бойынша мен мектеп дайындадым. Мен жаңа бірінші шәкірттерім, өзімнің бала шағам, 10 шақты адам үйімде, ғылым докторы, ғылым кандидаты осы 2 дала қойды. Үйіңізде бір ғылыми кеңес бар екен ғой. Өз үйіңізде бір ғылыми кеңес бар екен ғой. Докторлар дайындайтын. Былай қарасаңыз, үйімде ғылыми лабораториям бар десем, ол 24 сағат жұмыс істейді жаңағы. 9-дан 6-ға дейін емес, 24 сағат. Кешке де, түнде де, әйтеуір сондай. Екінші, әрине, мен Алматыда жұмыс істедім. Бірінші шәкірттерімді Алматыда дайындай бастадым. Мына Алматыда математика институты бар. Соның директоры Білиев деген кісі. Сол кісіге бір күні бардым. Мен айтайын деген, мына Казгуді бітіріп не болғаннан кейін, Москваның жанында Дубна деген қалада 125 километр. Сол жерде Объединенный институт ядерных исследований деген бар. Біріккен ядролық зерттеулер институты. Баяғы Совет заманында қырғиқабақ соғыс қой. Батыс жақ жаңа НАТО деп блок жасаған. Енді бұған жауап ретінде СССР өзінің жаңа 14 па қасында социалист мемлекеттер бар. Вьетнам, Корея. Бұлар Варшава договоры деген жасаған. НАТОға қарсы. Екеуі. Енді НАТО не жасайды? Бұлар жауап жасайды. Бомба, ракета, космос десе космос. Енді бір күні НАТО мемлекеттер, батыс мемлекеттер, Женева деген қалада ядролық орталық жасайды. Жауап ретінде социалистік мемлекеттер енді істеп отқан СССР ғой, басқарып отқан. Жаңа Дубна деген қалада, Москва облысы. Сол жерде жаңа біріккен ядролық зерттеулер институтын жасайды. Мен аспирантурада сол жерде болдым. Сол жерде 5 жыл оқып, онан кейін мына Москвада университет Дружбы народов имени Патрис Люмба деп атады. Патрис Люмба атында сол жерде теориялық және математикалық физикадан қорғадым. Содан қайтып келдім де, енді ойым жаңа мектеп жасап қасымда адамдар жинау. Сосын біздің бір физика институтында физиканың менің теориялығымды жақсы көрмейді. Неге? Өздерінің бақыттары бар. Сен мына бақытпен айналысасың, біз эксперимент жасаймыз, сен соны расчет жасап отырасың, есептеп деді. Маған ол жақпайды. Экспериментпен байланысым келмейді. Ол мен шектеп тастайды. Мен жаңағы
боксерлар жаңағы 4 бұрыштың ішінде ғана бокстеседі ғой. Иә. Мен сондай бір 4 нәрсе бұрыштың ішінде қалып қоямын. А, Маған еркіндік, маған дала сияқты бір не керек. Қайда өзім бір сөйтіп жаңағы өзім бір ойландым да, жаңағы институт математика директоры академик Білиев деген Назарбай ағамыз деген бір сол кісіге бардым. Мен мынандай математикалық физикамен айналысам. Маған бір шәкірт берсеңіз, сізбен бірге жұмыс істесек, екеуміз ғылыми жетекші болайық деп айттым. Сонда бір жас орыс қызын берді жаңа. Сөйтіп сол қызды қорғаттым, тағы 3-4 адамды қорғаттым. Ары қарай өзім аяғыма тұрып, өзім алып кетіп не қылдым. Сол жерде 10 шақты адам, қазір неде осы жалпы 40-тай адам қорғаттым. Керемет. Кейбір адамдарды мен мысалы балам қорғайтын болса, оған мен ғылыми жетекшінің басқа біреу болады. Әрине. Сол балам, қыздарым қорғайтын болса, сонда кейбір даже басқа адам болатын болса да, сен жетекші бол дейміз, бірақ негізінен біз нетеміз. Сонда мына енуге келген кезде, ал Астанада біз түнде 11-12-ге дейін істейміз. Ана охранниктер дейміз ғой, қарауылды 9-дан кейін қуат жаңа. Солардың бір нәрсе келісеміз әйтеуір. Компьютер береміз бе, пешене береміз бе, тырнақша қалып айтсақ. Сөйтіп олар айтады, деп Мырзақовтан қашан құтыламыз дейді. Бір күні командировка кетіп қалып едім, Мырзақовтан құтылдық қой дейді жаңа. Оларды тексереді ғой. 9-дан кейін свет жанып тұрса, ана олар тексередінде, ана неге свет жанып? Баяғы Мырзақұлов отыр. Сон кейде өтірікті айттық. Мынау бастықтардың тапсырмасы бітіруіміз керек, сондықтан біз отыруымыз керек жаңа деп сондай мектеп жасадық. Сол шәкірттерім бар. Шәкірт тәрбиелеу де оңай емес. Ол адамның өз несі болу керек. Өзім былай сабақ беріп, түсіндіріп, тақтаны жақсы көремін балаларға. 5 орын берсе, 5 орынға да аламыз ғой. Ішінде жаңа онша оқуға ыңғайы жоқ адамдар да болады. Мен бір нәрсе байқаған, өзім бір педагог бір нәрсе болып алыппын. Анау мысалы мына кісі жақсы оқым деп тұрса, оны жақсы. Ал мына кісі оқысы келмей тұрса, оған да бүйтіп сені мақтап әйтеуір оны да қуып жібермейміз. Мотивация беруге тырысасыздар. Біреулер қуып жібереді екен. Сен жұмыс істемейсің бол, отчисление или басқа біреуге бар. Сөйтіп мен жібермеуге тырысып жаңағыдай. Айналып жүре берсін. Өзімде ауылдан келген адам, жағдайы болмаған шығар ауылда. Традиция жоқ. Енді жаңа біз айтып кеттік қой, әке-шешеміз бізде сауатсыз кісілер болды. Бірақ өте өзім табиғи, қазір қарасам табиғи бір нәрселер болды. Әрине. Енді сондықтан бізде үйімізде оқуға, білімге деген традиция болған жоқ бізде. Адам өзің. Жаңа мысалы Айдар ініміз айтып отыр, ол сауатты мамасы, ата-аналар оқыған адамдар болады ғой мысалы. Интернет былай бір. Бізде ондай традиция болған жоқ. Маған дейінгі мысалы бізде 6 баласы болған әке-шешеміздің, 2-еуі шетінеп кетті, 4-еуін өсірді. Маған дейінгілерін ауылда құрылыс техникумда оқытты. Ол кезде қазір колледж дейтін шығар, ол кезде құрылыс техникум дейді. Сол жерде оқытты. Сол прораб болып шығады, кейін бухгалтер бола ма, бір нәрсе айтып жүреді прораб. Кезек маған келген кезде мен ол жолмен кетпейін деп әке-шешем айтты, мен Алматыға кетемін. Алматыға. Сөйтіп басқа. Ол әке-шешеміз ғылыммен, сен теория физикамен айналысасың, оны білмейді, жетпейді ғой енді. Бірақ анаған қарсы болған жоқ. Кейін қолдап адамдарға, ауыл адамдарына мақтанып өздері айтып жүрді. Балам, ана жақтан мына жақта оқысы келмеді, Алматыға барып оқып түбінде түсті деп. Құлап қалдық. Жаңа бағанағыда әңгімеден шығады, талай қиындық көрдік. Бұл өмір ғой. Біз өмір сүрдік қой. Дұрыс айтасыз. Жұмыста, неде, әртүрлі кедергі жасау, шалу, ол өмір, ол ешкімге өкпем жоқ. Сен баяғыда ана кісі сөйтіп еді ғой деген ешкімге өкпем жоқ. Уақытымыз да жоқ ол адамдарға. Ол кісімен аға деп сәлемдесе береміз. Бірақ соның бәрін құлап қалсаң, тұрып, қайтадан алға жүру керек. Әйтеу өмірің, денсаулығың болса, қайтадан алға жүру керек. Керемет аға. Өте сондай тағылымды әңгіме. Айдар мырза, сіз жаңағы оқулық жазасыз сонымен қатар. Оқулық жазу өте қиын, машақаты көп жұмыс. Неге? Өйткені оқулық жазатын кезде сол салаға байланысты және сол тақырыпқа байланысты көптеген еңбекті өте жақсы білу керексің. Әйтпесем ол оқулықты жаза алмайсың. Сондықтан да оқу құралы жазу әлдеқайда оңай, менің ойымша, оқулық жазуға қарағанда. Сіз мынау қазақ тілін үйренуге арналған оқулықтардың да авторысыз. Оқу құралдарының авторысыз. Иә. Бұл істі қалай бастадыңыз? Не қанаттандырды сізді? Бұл істі бастау
2012 жылы жаңағы ең алғашқы жаңағы айтқан тәжірибем қазтесттің оқулығын жазудан бастады. Ол кезде мен қазіргі бұрынғы Иняс, қазір Абылай хан атындағы сол жерде дәріс беріп жүрдім. Халықаралық қатынастар университетінде дәріс беріп жүрдім. Мен оған дейін таза қазақ мектебінде қазақ тілді аудиторияда сабақ бергенмін. Сол жаңағы шет тілдері университетіне барған кезде мен бірден орыс аудиториясына түстім. Өзім ауылдан келген баламын, орысшам әрине шамалы, ағылшыншам да шамалы. Аудиторияға ең алғаш кіріп барған кезде аудиторияда 15 шақты өзге ұлт өкілдері орыстар. Орыс болғаннан кейін. Әлі есімде, ол кезде сабақ пар дейміз, 90 минут болатын, қара терге түстім. Өйткені мен берілген материалды оларға түсіндіріп беруге менің әдісім жетпеді. Содан бастап мен берілген бір абзац болсын, бір мәтін болсын, сол мәтінді қалай үйрету керек. Оны мәтіндегі тек идея мазмұнды емес, соның ішіндегі сөзді алып, оны күнделікті тұрмыста қалай қолдануға болады, соны қалай үйрету керек деген нәрсе түрткі болды да, осы оқулық жазу жолына алып келді. Сондағы бірінші мақсатым берілген тапсырманы оқу құралындағы түрлі жағдайда мұғалім түрлі аудиторияда оқыта алуға икемді болу. Бұлайша қазақша жалпақ тілмен айтқан кезде оқулықта берілген тапсырманың инстракшн дейміз ғой, инструкциясы берілуінің тонын теріс айналдыратын тапсырма болу керек. Бір мұғалім берілген тапсырма, мысалы, тиісті сөзді қойыңыз десе, кейбір мұғалімдер сол тиісті сөзді қойғызып қана жұмыс жасайды. Ал екінші бір шығармашылықпен тиісті сөзді қойғызады, неге қойғызғанын сұрайды, соған сұрақ қояды, сонымен сұхбат құрғызады, сөйтіп әртүрлі. Сондықтан осы нәрсе мені қызықтырды, сөйтіп жаңағы оқу құралдары оқулық жазуға алып келді. Керемет. Ал сіз айтып отырсыз, жаңағы күш қуатты неден алдым дейсіз? Жаңағы тәжірибесіздігімнен алдым. Күш қуатты тәжірибесіздігімнен. Өйткені менің алдымда 15 шақты студент отыр, мен олардың алдында мұғаліммін. Ал бізде бұрынғы кезде жаңағы егер мен қателессем, бұдан кейінгі сабағымда студенттер маған басқа көзқараспен қарайды деген кез келген мұғалімнің ішінде тұрады. Үрей болады. Сондықтан мен олардың алдында өзімді алып шығуым керек, беретін пәнімді дұрыс түсіндіруім керек. Мен сол кезде солай түсіндім. Ал қазіргі жағдайда мен алдымда отырған 15 баланың қызығушылығын жоғалтып алмауым керек. Дәл қазіргі егер сондай жағдайға түссем, сондай болады. Ал Ратпай аға, сіз қайдан аласыз күш қуатты? Ғылым жолындағы ана менің махаббатым бар ғылымға. Махаббат сонан алам. Көңілім ауып тұрады. Егер бүгін жұмыс істемесем, бір есеп шығармасам, бір нәрсе түртпесем, бүгін күнім бір өзіме риза болмай жүремін. Өзіме риза болмай. Басқа адам туралы да ойлаймын. Анау жұмыс істемей жүрсе, бұл айтам нашар адам деймін. Жұмыс істемей. Жаңағы нашар адам. Былайғы мағынада ол нашар адам емес. Адамгершілігі жақсы. Ол жағынан бізге адамгершілігің керек емес. Сен жұмыс істедің бе? Міне істедім. Сен жақсы адамсың. Істемедің бе? Менің бір шәкірттерім бар. Менің шәкірттерім бар, қырықтай дедім. Бір жақсы шәкірт, өзім көңіліме ұнайды, өзім жақсы. Бірақ жаңағы бала жұмыс істемейді онша. Жаман адам деймін. Соны басқа адамдар айтады. Ең жақсы шәкіртіңіз сол мына кісі дейді. Атын айтпайын деп отыр, мына адамдардың бөлмеші. Сол ең жақсы өзіңе не адал айту. Ағай деп тұрады, бізде ағай дейді, қазақи ауылдан шыққан ғой жаңа. Пәленшеевич деген жоқ. Сол ең мына кісі дейді. Жоқ, ол жаман адам. Неге жаман? Не істеді? Бір нәрсе білдіріп қойды ма, бір жаман сөз айтты ма, бір нәрсе. Жұмыс істемейді. Жылына 3 айда бір мақала бізде есеп шығармаса, оны мақалаға бір 5 беттік болсын, мейлі 3-ші сорттық мақала жазбаса, ол нашар адам.
сен күшті бір жаңалық аш деп жатқан жоқ. Барлық ғалым, барлық нәрсе жаңалық аша бермейді. Бірақ жаңағы бағана айтқан сияқты күнделікті жұмыстарымыз бар ғой. Орындауың керек, оның жауапкершілігі, әркімнің өзінің бір бөлігі бар. Сен мынаны істейсің, сен мынаны істейсің. Бұл жылына мысалы грантың болатын болса, жылына бірнеше статья шығармасаң, 3 жылда пәлен шығармасаң, сен грантыңды ақшаңды қайтар дейді. Штраф салады. Немесе 3 жыл, немесе емес, плюс 3 жыл сен конкурсқа қатына салмайсың. Иә. Ана орындамасаң, алдың орындамасаң. Шарттары бар. Қара тізімге келіп қалады. Сондықтан біз адамнан талап етесің. Сен мысалы міне өзім есептеймін, жылына 12 ай болатын болса, 3 айда бір мақала жазуға болады. Бір жылда 4 мақала жазуға болады. Өйтіп қарасаңыз да, сен солай істеуің керек деп жаңа адамдарға сөйтіп, сол бір жаңағыдай бір өте былай тар немен қараймын жаңа. Тар болайын демес, көңілім солай. Шын дұрыс айтып отқан сияқтымын мен. Мен тар болайын, ананы қысайын, сен басқа жағын керек емес, анау ол адам семьясы бар, ол адам бала шағасы бар, әртүрлі проблема болады. Біреу әйелінен түрлі нәрсе, өмір бағасын бәрі болады. Бірақ жаңа өзі сондай талап етем, сен ана жағында қоя тұр деймін, не жағында. Сондай. Сол күш қуатымыз жаңағы, адам өзің бір нәрсеге берілген. Ол ішімізде тұр. Басымда тұрма, жүрегімде тұрма, қай жерде жүріпті, тамырмен ары бері жүріп жүрме білмеймін, іште бір дежі тұрыпты. Сол итереді бізді. Құлап қалсам да, не қылсам да, біреуім ұрысып қалсам да, қайтып анаған келем. Анаған келем. Басқа жоқ. Не күш итеріп тұр, мен білмеймін. Ол итерген баяғын ауылдан. Сол кезде осы мына жерде, ол кезде біздің ауылда стол деген жоқ. Мынандай біздің ауылдарда қазақша, бұл жаққа кіріп қазақша стол, төмен стол бар. Жозы деп айтады. Жерде отырып столда бір ондай стол да жоқ. Сол ана бір алаша дейміз, оның үстіне киіз не қылады, оның үстіне көрпеше, сол бір жасықты нетіп алған, тоңқайып отырып, нетеміз. Жатып алып не қылады. Біздің ауылда шамда болған жоқ. Мен ауылға бір каникулдарда барсам, қарасам үйдің алдында бана бөрене тұрыпты, тоға келген. Сонда мен 72 жылы май деп жазылып тұрыпты. Бір жылдан кейін келген жаңа тоқ біздің үйге. Бөренеге жазып қойып жаңа. Сол шаммен өмір сүрдік. Ол шамда өшіп қалады, оған бір нәрсе құясын, тазалайсын, шешеміз ұрысады, өзі жасайды, сондай өмір сүрдік. Сол бір нәрсе итереді. Сонда шешеміз азында сабаққа барамыз ғой. Жат деп нетіп кетеді. Апа қазір жатам дейміз жаңа. Әкеміз айтпайды, неге екенін білемін, шешеміз айтты. Шешем сол есімізде қалғанда. Жатам, қазір кішкентай қалып тұр. Сол жарайды шығып кетеді жаңағы. Түнде тағы бір кезде келеді. Сонда әлі оқып отырамыз жаңа. Сонда есепке неге оқуға ыңғайлы. Өзім кішкентай сапсар едім, кішкентай емес, арық сапсар едім. Сол майысып жаңағы. Сондай. Әкем айтатын. Көзім елестеп кетті. Мазақ қылады, осы балам ақылды дейді, басқа да балалар бар ғой. Мына үйде, киіз үйде айналып шалдар отырады ғой, әзілдесіп отырады, ауылдың білесің ғой, әзілдесіп. Мен жаңағы кішкентай баланы ауыз жақта отырасың ғой жаңағы. Сонда осы бала ақылды дейді, осы балам ақылды дейді. Бірақ бір кемістігі бар дейді, сап-сары дейді, сап-сары едім. Сап-сары. Қазір қайта мына Алматыға келіп шашым қарайды. Қазір енді ағарып, ол жасқа байланысты ағарып жатыр ғой. Сонда жаңағы оқуға түсе алмай қалдым дедім ғой. Түспей қайтпаймын деген. Оқуға түстім, бірақ әлі де көзім нетпей жатыр. Ал хат жазып жіберді, телеграмма салып жіберді. Алматыда главпоштамт деген болған, консерваторияның қасында. Сөрге Казгуге түстім деп жаздым болған. Қазақша жаздым, және орыс әрпімен жазасың ғой, сол барады орыс әрпімен болғаннан кейін. Түскеннен кейін 1,5 жылдан кейін бардым ғой. Қысқы каникулда бір жыл оқуға келдім, дайындықта жүрдім Алматыда. Түсе алмай қалдым бірінші. Бір жылда қайтып келіп дайындықта жүрдім. Сосын бірінші курс түстім. Қысқы сессияда 1,5 жылдан кейін бардым. Ол жаңа түспей бармаймын деген. Түспеймін. Сөйтіп қыста бардым. Мен ауылда бір герой болдым жаңа. Мына космонавт бар ғой, Гагарин сияқты. Ауылдың космонавты мен болдым жаңа. Ауылдан бірінші, енді ол Өзбекстанға, ауылдан бірінші Алматыға барып, Қазақстанға барып оқуға түстім. Жай оқу емес, университетке. Сол ауылдың космонавты болдым. Мен қазір басқа адамдар сол кездегілер, ана Рәт, мен атым Рәтбай ғой. Рәт дейді мені. Рәтбай деп айтпай ауылда. Документ кейін ғой, Рәтбай деп жүреді. Сол Рәт сияқты балаларына шұқылап айта береді деген. Мұғалімдер де жаңа Рәт сияқты болды.
ана өзім мақтану үшін айтып жатқан жоқпын. жоқ өте Иә. және мақтанатындай да жөніңіз бар расында да. Ол сол Мынау көрермендерімізге түсіндіріп өтейін, жаңағы индекс Хирша деген бір дүние бар. Жаңағы негізінде қалай деп айтсақ болады, мынау ғылым саласындағы ғалымдардың, тұлғалардың зерттеу еңбектерінің қаншалықты басқа зерттеулерге арқау болып отырған, басқа зерттеулерде жаңа цитата, сілтеме алынып отырған көрсететін көрсеткіш, және әрбір еңбегіңіз қанша сілтеме алса да, жаңағы әрбір еңбегіңізден бір ғана балл аласыз негізінде. Өте сондай күрделі бір есептеу жүйесі, және әлемде ғалымдардың сапасы негізінде сол индекс Хирш индексі арқылы жаңағы есептеледі. Бұл тұрғыдан қарайтын болсақ, қағазсыздікі еліміздегі ең жоғары көрсеткішке ие 48-49. Сондықтан да жаңағы айттым жаңағы қаһарман болу тұрғысынан да, бұл жағынан да өте үлкен, расында да өте үлкен көрсеткіш. Өйткені қалай деп айтсам болады, көбінесе жаңағы біз бұл деген нәрсе мынаны көрсетеді, жаңағы сіздің еңбегіңіз әлемдік масштабта айналымда жүр, еңбектеріңіз әлемдік масштабта айналымда жүр, және әлемдегі көптеген ғалымдар сіздің еңбегіңізден пайдаланады, сіздің еңбегіңізге сілтеме жасайды деген сөз. Ал былай қарасақ, сіз жаңағы 70-ке келген жаңағы ақсақал деп айтуға болатын ғалым ағасыз, ғалым кісісіз. Ақсақал десе. Заманауи ғалым кісісіз. Мысал үшін бұл да сіздің еңбекқор екендігіңіз көрсетеді, және біз сияқты жас ғалымдарға өте үлкен үлгісіз. Осы жағында айтып өтсеңіз, яғни ғылыммен айналысқан кезіңізде, зерттеулермен айналысқан кезіңізде, жаңағы отбасыңызбен болған қарым-қатынастарыңыз, достарыңызбен болатын қарым-қатынастарыңыз, яғни бұның бәрін бір бөліп қойғансыз ба, уақыттарын? Қалай өмір сүресіз жалпы күнделікті өмірде? Көп сұрақ қойып отырсыз. Соның бәрі мен соңғысынан бастайын. Иә. Мен жаңа уақытқа бөліп графикпен жұмыс істеп, ондай жоқ. Мен эгоист адаммын. Эгоист. Бір ғана нәрсем бар. Ғылымым не? Әрине мен семьямды, отбасымды ойлаймын әрине. Ол үшін қызмет етпейміз, қызмет етеміз ғой. Ол бір фон сияқты. Ол өзі сол баста берілген, соны істейсің, ол дұрыс. Бірақ жаңағы неге эгоист адаммын. Кеше ғана бір баратын жерге, мен бармадым. Әйеліме айттым, жолдасыма, сен баршы деймін. Бір жерге айтам, сен балама айтам, осы Мырзақұловтармыз ғой. Бір бөлігі Алматыда тұрады. Бір бөлігі. Ол жақта 20-30 семья бар. Мына жақта Астанада бар. Соны сен барып кел Алматыға, мен бармайын деп. Соны жаңағы мені адамдар айтады жаңа. Мен әулеттен шыққан бір академикпін өзі. Ауданнан шыққан жаңағыдай. Енді қарапайым деңгеймен айтсақ, бірінші ойына келетін жаңа менсінбейді дейді. Маған жеңгелерім білдірді, сен менсінбейсің бізді, сосын келмейсің деп айтады. Ол бір себеп менсінбеу болуы мүмкін. Бірақ басқа да себептер бар ғой. Аналар айтпайды жаңаларым. Бұл кісінің уақыты жоқ шығар, келе алмайтын шығар деген сөзді айтпайды. Ана жаңағыдай өзі қарапайым жеткен жерін айтады ғой. Мен сондай жерлерге бармай отырып, өте жаңағы айттым, эгоизмде бір жақсы нәрсе шығар. Бірақ ол нәрсені жаңа мен қылыма пайдаланайын демеймін, өзі сол көңілім ауып тұр. Пайдаланайын, анаған барғанша мынаны істейін деп, ол маған өйтіп ойламаймын. Ол көңілім мына жаққа жатып тұр, көңіліме жатқансым. Шаршадым, келесі бөлмеде төсегіме барып жатам, немесе бөлмем диванға жатты, сол ішем, сондай нәрсе, немесе үйді айналып көшеде жүріп қайтам жаңағыдай. Сол жаңағы енді Хирша туралы айтып кеттің, жаңа мен туралы. Шынында да мен Хирша бойынша Қазақстанда бірінші орынмын. Қазақ ғалымдарымыз, Қазақстан ғалымдарының ішінде бірінші орын. Енді Хирша туралы біздің аудиториямызға түсінікті болу үшін біз енді тек ғалымдар ғана емес, басқа кісілерді көріп отыр ғой. Иә. Хирша туралы бір-екі сөз айтып кетейін, анықтамасы. Хирша деген не бұл? Хирша деген ол адамның фамилиясы. Иә, Хирш. Хирш деген кісі
американдық ғалым, физик, Аргентинадан келген, орысша айтады ғой, аргентинское происхождение дей ма жаңағы. Аргентинадан келген. Тамыр Аргентинада. Сол жақтан, бірақ америкалық физик. Сол енді жалпы кез келген нәрсенің бір өз өлшемі, бағалау үшін не үшін бір өлшем керек. Мысалы, салмақты өлшейді ғой, килограмм, грамм, тонна деп өлшейді, ұзындықты сантиметр, метр, километр деп өлшейді, уақыт өлшейді, сағат, секунд, тәулік деген сияқты жыл деп. Сол сияқты ғалымдарға бір ой келген. Ана ғалым былай дейді, сөзбен мына ғалым жақсы дейді, мына ғалым онша емес дейді, әртүрлі сөз айтып, бір нақты адамға субъективті әсерлерге байланыссыз бір өлшем шығаруды ойлаған. Соны жаңа Хирш деген кісі 2005 жылы жаңағы өзі бір система ұсынды. Ғалымдарды бағалау туралы. Ғалымның қаншалықты жұмыс істейтіні, продуктивность жаңа қаншалық жұмыс істейді, бұл бір. Екінші, ол ғалымның қаншалықты оны істеген керек. Қаншалық керек. Ол сен 100 статья, 1000 статья шығару мүмкін, бірақ ол онша керек болмауы мүмкін. Сол керектігін кім біледі? Сол саладағы істеп жатқан мамандар солар ғана біледі. Дүние жүзінде. Сол сияқты жаңа соны ойлап жаңа Хирш деген кісіні ойлап тапқан ғой. Қазір сол Хирш индексі деп аталады. 2005-тен бастап қабылданды. Қазір сол бойынша бағаланады. Егер сіз қарасаңыз, мысалы Хиршаңыз мысалы 50 сондай болса, ол Нобель сыйлығына сәйкес келеді екен. А егер сіз мысалы университетте жай мұғалім болсаңыз, мысалы 10 мың айналасы. 20 болса, сіз американдық ғылым академиясына мүше бола аласыз. 30 болсаңыз бір тағы бір нәрсе жаңағыдай. Соның енді ол орташа неткен ғой, оның қазір бір жерде анықтамасын қарасаңыз, ол жерде келтірілген. Сондай. Хиршаңа байланысты несі білесіз. Мысалы, жаңа айттым ғой, 50 болса, сіз Нобель сыйлығына үміткер болыңыз. Үміткер бол. Соның несіне үміткер емес, сіз соған сәйкес боласыз. Орташа несі. Үміткер емес, соған сәйкес болады. Енді Нобель сыйлығын алған адамдарды есептегенде сондай болған ғой, ол несі. Орташасы 50 болған. Сондай маңызды. Енді сол өте маңызды нәрсе. Әрине, кез келген нәрсе сияқты, оның да өзінің кемістіктері бар. Әрине. Кемістіктері. Мысалы айтайық, Эйнштейн Хиршасы 0 болуы мүмкін. Біреу екеу болуы мүмкін. Немесе бір қазір мысалы физиктер білет, көріп отқан физиктер болса, бозон Хиггс деген бар. Петр Хиггс деген ағылшын ғалымы, Шотландиядан, Эдинбургтан. Қазір ол тірі ол кісі, 94-те. Сол 1965 жылдары бір теориялық жұмыс қой физикада. Мына әлем тұрақты болып, устойчивый, орнықты болу үшін бір бөлшек керек дейді. Сол бөлшекті формулаға кіргізеді. Мына теңдеу тұратын болса, теңдеу ғой бір еді. Теңдеуде бір мүше бар, немесе екі мүше бар, жаңа бөлшекке жауап береді. Егер оны алып тастасаң, әлем тұрақты емес. Құлап қалады, быт-шыт болып кетті. Біз мынау тұрақты өмірді түсіріп жатырмыз ғой. Жер тұрақты, әртүрлі өзгеріс, жаңбыр, стабильный, орнықты деген. Сол кіргізген ғой. Сол кейін ол 1965 жылдар, или 64 па, сол бір-екі жылмен қателесіп отырмын. Тағы бір-екі адам оған үлес қосқан. Бірақ Петр Хиггс деген жаңа кісі негізгі нәрсені соғыс жасаған. Енді ол физиктердің жаңа оқулықтарына бәрі кіріп кетті. Ғалымдар мойындады оны. Бірақ ол физиктерде бір сұрақ туады. Ол бар ма, жоқ па шын мәнінде? Ол бір болжам. Кіргізді, бәрі жақсы жұмыс істеп тұр. Оны кіргізсең жақсы жұмыс істейді. Кіргізбесең онша жұмыс істемейді. Енді физиктерде мысалы премия беру үшін, Нобель сыйлығын беру үшін, сен ашқан жаңалығыңды эксперимент дәлелдеу керек. Эйнштейн де солай болды. Эйнштейн жаңа өзінің теориясын ашты ғой. Бірнеше жылдан кейін күнде нені байқап, ана Эйнштейн теориясына мынандай бір салдар шығады. Мысалы сәуле кетіп баратса, мысалы күннің қасына кетіп баратса, бұрылады. Сәуле дүп-түзу кетіп барады ғой. Ана бір үлкен дененің қасынан өтіп баратса, оның жолы қисаяды өзіне өзі. Ана теориядан сондай шығады. Бүгіледі. Соны күн тұтылғанда неде байқап жаңа тексерсе, шында солай ана теорияға сәйкес келеді. Үлкен дәлдікпен сәйкес келеді. 100% деген болмайды, үлкен дәлдікпен. Сол сияқты жаңа Хиггс бозоны
Хиггс бозон деп аталып кетті жаңағы. Хиггс деген кісіні, Петр Хиггс деген. Соны мына 15-ші жыл ма осы. Соны не қылдым? Женевада ускоритель бар. Коллайдер дейді, ускоритель. Жаңа батыс НАТО жасаған кезінде, қазір ол әлемдік болып кетті. Варшава договорыңыз тарап кетті, Эстерінде жоқ болып кетті. Тек анау қалды жаңа, НАТО қалды. Сол жерде жаңа коллайдерде жаңа бозонды бар ма жоқ па, сен шешу керек. Сөйтіп эксперимент жасап, соны нетіп дәлелдеді бар екен. Бар екен. Сонан кейін Хиггсқа жаңағы 49 жылдан кейін Нобель сыйлығын берді. Қасында 1-2 адаммен. Эксперимент дәлелдеді. Ол кезде өзі өмірде ме еді? О, қазір де өмірде. 94. Мен Хиггсті айтып отқан жаңа Хиршадан шығып отыр ғой. Хирша өзі жақсы нәрсе, жалпы 95%, 99% дұрыс. Былай орташа дұрыс. Бірақ 1% қате болуы мүмкін. Жаңағы мысалы Хиггстің Нобель сыйлығын алды ғой. Несі дұрыс. 20 мақаласы бар екен, қарасаңыз. Мүмкін 20 мақаласы бар. 20 мақаласы болса, оның Хиггсі индекс Хиршасы 20-дан аспайды. 20-дан аспайды. Сен қанша Нобель, тағы да 1-2 Нобель сыйлығын ала берсін. Аспайды. Сол кешегі қарап отырсаң, 20. А біреулерде 100 кетіп жатыр ғой. Мысалы, мен сияқты бір қазақта 49-50-ге келіп қалды. Нобель сыйлығын алған жоқпын. Ана кісі жаңағыдай. Сондықтан жаңағы Хиршаның өзінің кемістіктері де бар. Бірақ жалпы ол дұрыс. Жалпы дұрыс. Мен соны айтайын деген, біздің Қазақстанға сондай шетелдік терминдерді неде біздің жұмысымызға кіргізу керек. Мысалы, сен университетке жұмысқа алатын болсаң, физика кафедрасына келеді ғой адам. Так, міне документін көресің, университет бітірген, диплом бар, магистратура, бакалавр бар. Жақсы. Енді сенің мақалаң бар ма шетелде шыққан? Scopes Web of Science-та. Жоқ па? Мен айтам, мен кафедра меңгерушімін. Сіз онда болмайды, бізді алмаймыз. Сіз жас докторант болсаңыз, докторантура бүгін бітірдіңіз. Оны түсінуге болады. Ол болады. Түсінуге болады. Ол бізде аға оқытушы деп аламын, ол түсінуге болады. Ол шығады, ертең шығуы мүмкін, шықпаса да ол түсінуге болады. Ал сені 30 жыл болды. Университеттен кейін 10 жыл, 20 жыл істеп келсең, олар біреу айтады, мен жібердім 5-6 жерге жібердім, шығып қалады дейді. Тоқтаңыз, шыққаннан кейін келесіз деп айтамыз. Жоқ па, болмайды. Бізде соны кіргізу керек. Мысалы, тағы бір нәрсе мен осы жерде айтып кетейін деген, бізде ғылымда енді ары қарай әңгіме болатын шығар. Әртүрлі Қазақстан ғылымын кішкене проблемасы болмайды ғой. Ол болу керек. Так, проблема болу керек. Әңгіме сол проблема дұрыс деңгейде, дені сау, әдемі дұрыс болу керек. Жағдай. Сол біздің дұрысын бізге жаңалық ашпай-ақ Қазақстанда батыстың мына өркениетті елдердің қабылданған ғылымдағы саясатын қолдануымыз керек. Соның біреуі сен қалыптастыруға ұмтылуымыз керек. Соның біреуі сен жұмысқа аласың ба? Мұғалім болатын болсаң, индекс Хиршаңды несіне қарау керек. Мысалы, сен жас бір 5 жыл істеген адам болса, 10 жыл, бір 2-3 индекс Хиршаң болу керек. Деп мысалы. Сен кафедра меңгерушісі болатын болсаң, сен индекс Хиршаң 10 болу керек. Сен декан болғың келе ме, мысалы? 15 болу керек. Сен проректор боласың ба, 20 болу керек. Ректор боласың ба, 25 болу керек. Деп сондай система. А сен индекс Хиршаң 5 болатын болса, мен сені ешқашан проректорлық қоймаймын. Деген сияқты бір тәртіпке келу керек. Оны заңмен қабылдаудың қажеті жоқ, бір жұмыста құжат болу керек. Әрбір университеттің өзіндік бір сондай ережелер болса, негізінде өте не болады. Негізінде әлемдік стандартта да сондай. Әрбір университеттің өзіндік сондай бір ережелері бар. Ережелері бар. Ол қатып қалған емес, әрине. Бірақ ол университет үшін қатып қалған ереже. Сол батыс жақта көп университеттерде енді өзінің автономиясы бар. Өзінің несімен еркін өмір сүреді. Біздің Назарбаев университеті сияқты өзінің министрліктің емес. Бірақ министрлікте өзінің саясатын неғылған кезде, мысалы, өмірінде бір рет мақала жазбаған адамды бір жерге шетелде Web of Science-та бір мақаласы жоқ. Ол доктор болуы мүмкін, академик болып, оны бір жерге ректор болып сайласақ, енді мен бір адамды айтып отқан жоқпын, жалпы айтып отқан. Ол жерді қайтып ол көтеріп өндіре алады жаңа. Ол жерді көтере алады. Мен айтайын деген, бізде культ личность деген бар, қазақша қалай дейді? Жеке басқа табыну. Енді біз жеке басқаны айтып отқан жоқ. Мен жаңа біздің қазақта
ғылымға табынуымыз керек. Ғылымға табынуымыз керек. Міне, сіз ғалымсыз ба? Міне, ғалым. Бұл біз ана үлкен ишан, үлкен кісілерге табынамыз ғой бірден. Ол кісілерге алдын кеспейміз не. Сосы ғалымға табынуымыз керек. Ғалымға табынуымыз керек. Ғылымға табынуымыз керек. Біздің дініміз осы болу керек. Әрине мен ана ислам өзім мұсылманбыз ғой, ол жағын айтып отқан жоқпын. Біз мына табынатын нәрсе сонда өмірге бір ғылыми көзқараспен қарай алуымыз керек. Көзқарас қоғамымызда сондай қалыптасу керек. Әсіресе мына жоғарғы элитада, үкіметте мысалы шешілетін мәселе, шешілетін нәрседе міне ғылым деген баста тұру керек. Біз табынады. Онан онсыз табынбай, ғылымды мойындамай, білімді мойындамай, білімнен бұрын ғылым. Мен білім кейде университетте жаңа білім тұрып білім береміз ғой. Сол білім дегенде мен ойлаймын, білім емес, тоқта, ол шатастырып білім ғылым екі нәрсе болып кетеді. Азайту керек зат. Ғылым деп ойлаймын. Ғылым предполагает жаңа білімді. Ол өзіне білім талап етеді. Ол да енді онда бір шектелген нәрсе, онан да кемістік табуға болады. Бірақ сол ғылымды дамытып, ғылым дей берсек, соған мойындап бір жаңағы табыну деген бір нәрсе болып кетсе, адамның психологиясы қоғамда өзгереді. Сосын жаңа қызметке алғанда бірінші жаңа нелерін қарау керек. Ол болмаса публикациясына. Публикация неге қарау? Оның сапасына. Сапасы. Жаңа мысалы менікі де өте көп емес. Менің Скопусқа қарасаңыз, қазір 296 мақалам бар, шетелде шыққан. Инфакт факторы жоғары журналдарда. Бірақ индекс кіршам менің мысалы айтайық 50-дегі 49 ғой, біреу 49, біреу 48 дейді. Яғни мен 48 мақалама кемінде 48 сілтеме бар деген сөз. Қалғандар ма 48-ден кем сілтеме. Олар кірмей тұрыпты. А менде 296 мақала ғой. Сонда қанша болған бір 6-тан 1 ма бөлігі сондай болып отыр. Соны айтайын деген мына кейде жаңа кемістігі бар деді ғой, әр нәрсенде кемістігі бар. Қиршанында кемістігі бар. Бірақ ең дұрысырақ нәрсе сілтеме, индекс ситерумсты дейді, сілтеме индексі. Сенің жұмысыңа қанша сілтеме жасайды. Сілтеме. Сол жерде мына сенің шәкірттерің, немесе сен бастық болсаң, сенің кафедраң, бір қарауындағы адамдардың сілтемесі, оны мына Скопустар, Веб Сайенс оны бөліп тастайды. Бөлуге болады, алып тастауға. Өзіңе өзің сілтеме жасайсың, немесе жаңа шәкіртті оны алып тастауға болады. Сонда не қалады сізде? Шын сол сілтеме басты нәрсе. Сілтеме, индекс сол ана қиршадан басты нәрсе. Жақсы. Бірақ екеуінде бір байланыстар бар, және екеуінде ортақ проблемасы мынау екен. Мысал үшін сіз бір дәлелдене алмайтын бір ой айтып, соны бір ғылыми зерттеуменен жазуыңыз мүмкін. Нәтижесінде жаңағы басқа ғалымдардың бәрі сіздің еңбегіңізге сілтеме жасайды да, сізді терістеу үшін, сіздің айтқан ойыңызды терістеу үшін, нәтижесінде сіз өте көп сілтеме аласыз. Бұл да сіздің хиршіңіздің жаңағы үлкеюіне, ұлғаюына әсер етеді деген сияқты. Осындай да бір фактор бар, бірақ бұл өте көп қайталанатын фактор емес. Яғни оны да айтып өтейік. Мен кім Молдияр, сізге бір нәрсе, біз журналистермен сөйлесіп жүрміз ғой. Өмірінде бұл да бір бөлігі болды. Сенімен жұмыс істеу жеңіл. Неге бұл Молдиярмен жұмыс істеу жеңіл? Бұл кісі өзі ғалым. Индекс кіршасы бар, нөл емес, индекс кіршасы бар. Тағы Американың университетінде оқып келген. Жұмыс істеп келген. Бер жағында мына Түркияда, әр жерде оқыған, ол бір бөлек. Америкада жұмыс істеп келген. Сондықтан мына қазіргі мына нәрселерді ол өзінің жұмыс деңгейінде түсініп отыр жақсы. Ол ондай адамдармен жұмыс істеу журналистермен жеңіл. Сөзін түсінетін адамдар. Бізде бір адамдар бар, үлкен бүкіл бір нәрсеге коллективке жауап береді. Ол қирша дегеннің не екенін білмейді. Не ол? Қирша деген білмейді. Соны білмейді. Жаңағы контрпример, математикада бір нәрсені дәлелдедім дейді ғой. Немесе соның дәлелдеген тексеріп шығу үшін бәрінде қайтадан ізінен жүріп тексеріп шығуға болады. Басқа бір мысал, тексерудің бір жолы. Бір контрпример деген бар. Контр мысал деген. Сонымен ана бүкіл сен дәлелдеу деген ұзақ жылдар нету мүмкін, үлкен көлем болуы мүмкін. Бір мысал менен ана егер теореманың шарттары орындалса, онда былай бола ма деген сияқты не қылып, контрпримермен ананың қатесін табуға болады. Сонда бұл оның жасаған теориясы дұрыс емес деп жаңағы. Сол сияқты жаңағы қиршаның жаңағы мысал айтайық,
сіз бір теріс бір нәрсе жазайықшы мысалы. Сен дәлелде пәлен деген құбылыс бұл кері нәрсе. Жұрттың бәрі саған сілтеме жасайды. Мынау пәлен деген кісі мынандай жасады, оны айтқан дұрыс емес. Дәлелдеп, оның қиршасы көбейіп кетеді. Сен бәрі сен туралы айтып жатыр ғой. Ала түрік халқында күшті бір мәтел бар. Бүйтеді. Мен жаңа әңгімемді айтып болайын. Кешіріңіз. Сонда ол жаңа қиршағында өзінің несінде әр нәрсенде байсалдылықпен қарау керек. Жаңағыдай үстінен бөлінетін көбік, жеке нәрселер, олар заң емес. Ондайды бөліп айырып отыру керек. Олар бірақ ол нәрсені анықтамайды, жаңа қиршаның бағасын несін анықтамайды. Ол кез келген нәрседе бір кемістік болады. Айтыңыз. Анау түріктерде бір мәтел бар. Бүйтеді. Бір ақмақ құдыққа бір тас тастапты. Соны 40 ақылды шығарамапты деген. Тура осы факторды өте жақсы түсіндіреді. Айдар мырза, мен сіздің жасыңызды білмеймін десек те, жаңа салыстырмалы түрде жас ғалымсыз. Қазіргі кезде жалпы елімізде мынау жастардың ғылымға деген ынтасы, мотивациясы қандай? Бұл ең бастысы меніңше бұл адамның өзіне байланысты. Әрине уәждемесі, талпынысы бар, бірақ дегенмен көптеген кедергілер бар. Кедергілері бар, қиындықтар бар. Ол да кедергілерді жеңу, қиындықтарды алу жаңағы ең бірінші біздегі қазіргі мынау PhD докторанттардың алдында тұрған атышулы Web of Science пен Scopus. Мақала жариялау. Және бұл мақала жариялау жаратылыстану ғылымдары мен әлеуметтік ғылымдардың мақаласын шетелде ағылшын тілде жариялаудың айырмашылығы жер мен көктей. Және біреуінде мақала жариялау жеңілдеу де, екіншісінде мақаланы шығару әрине біраз еңбекті талап етеді. Сондықтан міне талпынысы бар адамдардың кейде осы мына Web of Science, Scopus алдынан кедергі болып шығып, мақаласы шықпай жатады. Не болмаса жіберген мақаласы, мынау орыс тілінде айтқанда хищник, қазақша жыртқыш, сондай журналдарға түсіп, тізімнен шығып қалып, ол да бір кедергі болып жатады. Сондықтан міне осындай қиындықтар. Ал негізгі қазіргі мына министрліктің бөліп жатқан PhD докторанттардың жыл сайын гранттың саны көбейіп жатыр. Бұл гранттың саны тектен текке көбеймейді ғой. Яғни сол докторантураға түсуші үміткерлердің санының көтерілуіне байланысты. Бұл былайша айтқанда талпыныс бар. Және белгілі бір сол ғылым жолында болсын, немесе жоғарғы оқу орнында жұмыс істеу уәждемесі болуы мүмкін. Сондықтан жалпы алғанда ортадан жоғары талпыныс. Керемет. Менің жасымда немесе менен кішілер. Мен де енді сондай қатты жас емеспін, 40-тың 40-сына шықтым. Менің өзім байқағаным, қазіргі кезде мысалы мен елге 2010 жылы оралдым. Одан кейін қайтаран келдім дегендей. Бірақ осы сол 2010 жылдардан бері қарата байқағаным, жастардың ынтасы әлде қайда сапалы болып келе жатыр. Жаңағы 2010 жылдарда келген кезінде жұрттың бәрі оқып жатыр ғой, мен де түсе салайын деген сияқты бір мотивацияны байқайтынмын жастардан. Ал қазіргі кезде жоқ, жастар кәдімгідей мен болашағым жаңағы ғылыммен байланысты болғанын қалаймын. Болашағымда мен жаңағы ғалым болғым келеді деген сияқты бір мотивацияға ие сияқты, және бұл да мені өте қатты қуантады. Қадірменді Ратпай аға, қадірменді Айдар мырза, бүгін келіп бізбенен осындай пікір таласқандарыңыз үшін, ойларыңызды бөліскендеріңіз үшін сіздерге көп рахмет айтамын. Мынау ғылым жолында, өмір жолында тек қана табысты күндер тілеймін. Қадірмен көрермен, бүгіндік тамам. Бітпей тұрып бір нәрсе айтуға бола ма? Болады әрине. Біз мынау қазақтың азаматтарымыз ғой, қазақтың балаларымыз. Осы жерде біз ғылым туралы айтты, мінезі жайында айттық. Мінезі жайттары айналып өте жақсы әңгімелер болып жатыр дейміз. Енді идеал болмаса да жақсы. Әрі қарай дамып. Өте керемет әңгіме болды. Мен бір нәрсені айтқым келеді. Біз барымыз, егер біздің халқымыз болса, қазағымыз болса, қазағымыз болу керек. Қазағымыз қай кезде халық болады? Оның тілі, жері, мәдениеті болса. Сондықтан мен бір нәрсені айтып. Және ғылымы болса. Ғылым деген мына әр халықта адам сияқты. Адам міне басы бар, денесі бар, қолы бар, аяғы бар, несі бар ғой.
адамда бір қолың болмаса да өмір сүре бересің, жақсы нәрсе. Бір аяғың болмаса да баспалдақпен өмір сүре бересің. Мен көрдім, такси айдап, немесе каретеден жаңағы пәлен даны бар адамдарды көрдім, екі аяғы жоқ. Қолымен не қылады? Қолымен таксовать етеді, аяғы жоқ адамдарды көрдім, қызмет етіп жүрген. Сол сияқты бас болу керек. Ал енді сол халықтың басы, мен ойлаймын, ғылым болу керек бізде. Қазақты біз ғылымдастыруымыз керек. Бұл ғылыми халық болу керек. Сол кезде біз 20 миллиондай ғанамыз, қазір жалпы Қазақстан, оның қазағы 15 миллиондай сал. Сол кезде басымыз болса, ғылымымыз болса, біз ана жүздеген миллион халықтар бар, көршілеріміз. Әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Қазірде бірнеше жерде соғыстар болып жатыр, тура қазір 21-ші ғасыр. Сол сияқты қиын жағдайлардан басымыз күшті болса, өтеміз айналып. Соны айтып отырмын. Ал енді ол үшін қалай бас? Біреу біз қай тілде сөйлеуіміз керек. Соған байланысты. Қазақтың жаңа айттық, жері болу, жерің болмаса, әр жерде көшіп қонып жүре бересің. Шетелде де өмір сүре беруге, тамақ, әйтеу бір нәрсе, үй табылар бір жерден. Жер өз жерің болып, мына шатырың өзіңдікі болған, шаңырағың өзіңдікі болған дұрыс. Тілің өзіңдікі, мәдениетің, мен сол болу керек. Бізде сол мағынада мен тілге байланысты бір нәрсе айтқым келіп отыр. Тілге байланысты қиын проблема жоқ. Біздің өзіміз мемлекетіміз бар, 30 жылдық ең қиын кезден өттік. Ендігі ona қиын болмау керек. Тілге байланысты заңды орындау керек. Сіз жатақханада тұрсаңыз, оннан кейін музыка қойып би билеуге болмайды. Қанша той жасауға болмайды ол жерде. Тып-тыныш отыруың керек. Сол сияқты, неге? Ол заң. Заң. Егер бұзсаңыз бірден жазалайды. Сол бізде заң да бар. Кезінде ағаларымыз, мен қазір риза боламын, қиын замандарда қазақтың процент жағы аз кезде мемлекеттік тіл қылып қазақ тілін қойған. Қазақ. Сол тек соны орындау керек. Бірақ тіл бар мемлекеттік. Ал енді мына ғылым деген, ғылым есеп шығарып отырсаң, бұл мемлекеттік іс емес, былай есеп шығарып отырсаң. Бірақ сен мысалы университетте оқысаң, немесе докторантурада диссертация қорғасаң, диплом, оның бәрі мемлекеттік нәрсе. Жеке университет берсе де ол мемлекеттік құжат. Мемлекеттік құжат. Сондықтан мемлекеттік құжат, мемлекеттің заңына бағыну керек. Заңы ол бізде тілге байланысты, ол қазақ тілі, бірақ тіл. Сондықтан мен айтырмын, мен физик, жаратылыстану ғылымының өкілімін. Физик, математик. Сол ғылымның тілін қазақтандыру керек. Тек заңды орындау керек. Ол жерде үлкен бір саясатқа айналдырып, халықты дүрліктірудің керегі жоқ. Міне заң қазақ тілі, сіз дистеріңді қазақта жазыңыз, мақалаңды шетелде ағылшынша шығара бер. Ал 100 бетті сен қазақша аудара алмасаң, біреу аударып берер. Соны қазақша қорғаңыз, қазақша жазыңыз. Диплом қазақша берілсін. Мен бойымды сонымен айтқым келеді. Бұл жерде үлкен саясатқа айналдырып дүрліктірме, ұлттардың арасын етудің керегі жоқ. Тек заңға, заңды бәрімізді Қазақстанның барлық халқы, барлық адамымыз заңды мойындап отыр. Әсіресе не? Соны кіргізуіміз керек. Сосын мына университетке түскен кезде, докторантураға түскенде, мысалы ағылшыннан, мамандық бойынша, мысалы бізде физика бойынша бір емтихандар қабылдайды. Соның біреуі қазақ тілінен болу керек, емтихан. Қазақ тілінен болу керек. Сонда оған ақша бөліп, ана баланы оқытудың да қажет жоқ. Ол бала түсемінде өзі оқиды. Мысалы ағылшын тілін айтайық, бізге IELTS 6 болу керек дейді. Көбісі 90% деп айтайық, мен пайызын білмеймін енді, өтірік айтпайын. Өз бетінше оқып, IELTS онлайн оқиды, барып оқиды, өз бетінше өз қаражатына оқып алады. IELTS-ін тапсырады. Қазақ тілі ол ағылшыннан жеңіл. Бұл жерде орта бар, радио бар, телевизор бар, кітап бар, көршің бар, достың бар. Сондықтан қазақ тілі онан жеңіл. Сол IELTS сияқты система кіргізіп қазақ тіліне, сондай сен докторантураға мысалы түсетін болсаң, сенің жаңа қазақ тілі бойынша балың мысалы 6 немесе 7 болу керек. Болмаса документ қабылдамаймыз. Деу болу керек. Сондай болу керек. Біз сөзіңізге қосатын жаңағы IELTS бізде қазтест бар, мысалы болашақтан талап етеді, ал жергілікті университетке түсетін үміткерлерден талап етпейді. Мүмкін оны талап ету бір осы мәселені шешімдердің бірі болар еді. Соны жаңағы біздің ол заң уже
жасалып қойды. Мемлекеттік бір нәрсе болғаннан кейін ана емтихан бәрі ол мемлекеттік істер. Сонда тек заңмен жұмыс істеп отырса болды, заңды бұзбасақ болды. Күшті қаражатта еш нәрсе керек емес. Тағы бір нәрсе айтайық, мына дүниежүзінің системасына кіру үшін кезінде бізде арабша болған алфавитіміз, кириллица болды, әртүрлі болды. Біз мына тезірек латын алфавитіне өтуіміз керек. Онда еш нәрсе жоғалтпаймыз. Қорқудың да керегі жоқ. Ол мысалы қазақ тілін бәрі проблемасы біткеннен кейін барып өтеміз деген, ол қазақ тілде өзі ғылым. Ақырында ол да дами береді. Бір жерлерінде кеміс болса, бір-екі әріпті кейінде түзете беруге болады. Сол сияқты. Мен сол нәрсеге байланысты қорытынды өз ойымды айтып жатқанмын. Көп рахмет сіздерге. Тағы да қадірмен көрермен, бүгіндік тамам. Келесі бағдарламада кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Қазақстанның ғылымын бірге дамытайық.